Сәлем баршаңызға, менің сүйікті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай жұмсақ, нәзік, таң қалдыратын рецептпен бөліскім келеді. Бізге керек заттардың барлығын описанияға қалдырам. Үйде бар заттармен жасалады. Ең алдымен ыдысқа бір жұмыртқамызды, үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі араластырып болған соң кішкене ағарады бізде. Содан соң үстіне су, сұйық майымызды қоямыз, күнбағыс майымызды тағы да бір араластырамыз. Енді біз ұнымызды саламыз. Еліктен өткізіп, ұнды, какаоны және қопсытқышымызды және ванилин қантымызды салып еліктен өткіземіз. Содан соң жақсылап араластырып, қоймалжын, қолға жабысқақ болып келеді қамыры. Осылай бір араластырамыз. Енді қасықтың көмегімен араластырамыз. Мінекей бізде дайын болды. Қолымызды кішкене ғана майлаймыз. Осылай қасықтың көмегімен алып, домалақтап, үстін сәл басып, дайындай береміз. Бір қолыңызды майласаңыз сол жеткілікті. Осылай барлығын домалатып, әдемілеп орналастырып аламыз табамызға. Пешімізді қыздырып аламыз. 170 градуста 15-20 минут пісіреміз. Шай ішуге өте керемет рецепт және керек заттарының барлығы қарапайым. Енді үстіне шоколадымызды турап, орташа етіп турап аламыз да, әр жеріне салып, кішкене үстін басыңқырап, батырыңқырап орналастырамыз. Бұл міндетті емес. Мен кішкене әдемі көрінсін, әсем көрінсін деп салып жатырмын. Енді үстіне біз қант ұнтағын сеуіп шығамыз. 170 градуста 15-20 минут пісіреміз. Мінекей, бізде дайын болды. Өте әдемі, жұмсақ болып шығады. Піскенін осылай кішкене ағаш таяқшамен көрсеңіздер болады. Мінекей, видеода көргендеріңіздей өте жұмсақ болып шығады. Дүкеннің жаңағы прянигіне де ұқсас, печеньесіне де ұқсас, өте әдемі шығады. Одан кем түспейтініне күмәнім жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына күмәнім жоқ. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыз. Сіздердің аяқтарыңызға ас болсын.